Қайырлы күн достар, осындай дәмді, керемет, қытырлақ, қатпарлы, жасалуы өте оңай, қолжетімді ингредиенттерден жасалатын қатпарлы нанның рецептін сіздермен бөліскім келіп отыр. Видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бізге қажеті ұн. Ұнымызды аламыз, тұзымызды саламыз бетіне, онан кейін майонез қосамыз. Дрожь саламыз және ас содасын саламыз. Жылы суға қамырымызды илейміз. Сұйық май құюды ұмытпаймыз. Осылай қамырымыздың басын біріктіріп, жақсылап жұмсақ қылып илеп аламыз. Неке жұмсақ қылып иленді, енді қолымызбен жақсылап бастырып, қамырымызды тұндырып, көтерілгенше бетін жауып 40-45 минутқа қойып қоямыз. Неке қамырымыз әдемі болып көтерілді, аламыз. Енді кішкене бастырамыз қамырымызды. Төрт бөлшекке бөлеміз. Енді осы зуалалардың басын біріктіріп, осылай бастырып, қойып қоямыз. Енді әр зуаланы жеке-жеке осылай ұн сеуіп, жақсылап, оқтауменен жұқа қылып қамырымызды жайып шығамыз. Алдын ала сармаймызды ертіп, суытып дайындап аламыз. Неке қамырымыз жайып дайын болды, енді сармаймызды бетіне жақсылап біркелкі етіп, тегістеп жағып шығамыз. Енді оқтаумен орап аламыз, осы қамырымыз ыңғайлы болу үшін видеодағыдай, және ортасынан бөлеміз. Осылай бөліп аламыз. Енді осы бөлінген қамырдың ортасына тағы да бөлеміз. Енді роза гүл тәрізді осылай орап шығамыз. Ортасынан бастырып, ыдысымызға салып қойып қоямыз. Енді сіздерге тағы да түсінікті болу үшін тағы бір рет көрсетейін. Осы жайылып тұрған қамырдың бетіне еріген сармаймызды бір тегіс қылып жағып шығамыз. Не осылай. Оқтауға орап аламыз қамырымызды. Ыңғайлы болу үшін ортасынан кесеміз. Және тағы да осы қамырдың ортасынан бөлеміз. Екіге бөлеміз бөлінген қамырды. Осылай орап шығамыз. Барлық зуалаларды осылай жайып шығамыз. Осылай дайындап аламыз. Ыдысымызға салып, бетін жауып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды алып, жеке-жеке ұнды сеуіп, осындай дөңгелектеп, шелпек тәрізді етіп, жайып шығамыз. Табаға майымызды құйып қыздырып, осылай пісіріп аламыз. Екінші жағын аударып пісіреміз. Неке дайын болды, осылай барлығын жеке-жеке пісіріп аламыз. Жартысын духовкаға пісірсеңіздер де болады. Мен духовкаға пісірдім жартысын. Неке қатпарлы нанымыз дайын болды. Өте дәмді, керемет, қытырлақ. Жасалуы өте оңай. Достар, міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк бас, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар.
барлықтарыңызға ас болсын.